Серігің жоқ бір Алла, өлмейтін тіпті тірі Алла, осыншаны халық еткен құдіреті күшті ірі Алла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Құрметті оқырмандарым, бисмиллах деп бүгін өздеріңізбен рухани қазыналар сапарын жалғастырамыз. Жүрек тәрбиесі, отбасы тәрбиесі, тұлға тәрбиесі. Бүгін рух қазынасының ең үлкен құпиясынан бастаймыз. Раббымызды тану керемет дәрістеріндеміз. Бүгінгі Алланың есімі, ұлы есімдерінің бірі Әл-Азим, аса ұлы, аса ардақты Алла. Міне керемет есіммен бүгін танысатын боламыз. Алла сәттілік берсін. Дәл осы есім айтылған кезде ғалымдарымыз осы есімнің тұсында не дейді екен? Құлақ салып қарайық. Имам Ғазали және Әл-Қушайри сияқты ғалымдар айтып өткендей, Алланың есімдерінің ішінде жәмәл, яғни әсемдік, мейірім, нәзіктікті білдіретін есімдер бар. Мысалы, Әл-Латиф, Әл-Қариб, Әр-Рахим, Әл-Ғафур секілді деген. Және Әл-Жәләл, ұлықтық, құдіреттік, ұлылықты білдіретін есімдері бар дейді. Мысалы, Әл-Қауи, Әл-Қахар, Әл-Жаббар, Әл-Азим. Міне осы есімдердің ішіндегі Әл-Азим, Жәләл есімдерінің ең биігі деген. Ибн Асир былай дейді: Әл-Азим, ақылдар толық қамти алмайтын ұлылықтың иесі, оның мейірімі, оның кешірімі, берекесі, билігі, үстемдігі әр нәрседен шексіз жоғары. Қиялыңа не келсе, Алла одан да ұлы деген. Имам Әз-Зарруқ былай дейді: Әл-Азим деген Алланың есімі, оның осы сипаттар айтылғанда бүкіл әлем кішірейіп кететін ұлылықтың иесі деген. Аллаху акбар. Құрандағы ең ұлы аят осы есімменен аяқталады. Ол аятул курси. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл қайюм деп басталса, соңы ва хувал алийюл азим. Алла жалғыз, одан басқа құдай жоқ. Ол Алла мәңгі тірі, өлмейді. Алла барлық жаратылыстың істерін үздіксіз басқарып тұрушы. Ұйықтау ол адамға тән нәрсе, Аллаға тән емес. Алла пәк одан. Тіпті қалғып кету де оған тән емес. Ол жаратылғандарға ғана лайықты болған нәрсе. Алла өте ұлы, өте мәртебелі, аса пәк, күллі кемшіліктен пәк. Аспан, жердің бәрі оған тиесілі, оның мүлкі. Кім оның алдында рұқсатынсыз араға түседі, яғни шафағат ете алады. Алла әрбір жаратылысының алдында не барын, артында не барын білуші. Адам тек Алла қалағандай көлемде ғана біле алады. Бүкіл ғылым және тарих Алланың рұқсат еткенін ғана қамтыған. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا десе Аллах Тағала, яғни білімнен сендерге азғантай ғана берілген дейді. Аллаху акбар. Әл-Алим Алланың, Әл-Азим Алланың білімін біз ешқашан қамти алмаймыз. Өйткені ол Алланың білімі. Аллах Тағала күллі ғаламның қамқоршысы, басқарушысы, бәрін қорғау оған ауыр емес. Өйткені ол Әл-Али, өте ұлы мәртебелі, Әл-Азим, өте ұлы. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям осы Алламен, ұлы Алламен байланысқан керемет сүннетіне қараңызшы. Қиыншылық келгенде пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам былай айтатын: Ла илаха иллаллахул азимул халим. Алла, одан басқа құдай жоқ. Ол өте ұлы, ол өте ұстамды. Ла илаха иллаллаху раббул аршил азим. Алладан басқа құдай жоқ. Ол ұлы аршының Раббысы. Ла илаха иллаллаху раббус самавати ва раббул арды ва раббул аршил карим. Алладан басқа құдай жоқ. Ол аспандардың Раббысы, қожайыны, ол жерлердің Раббысы, қожайыны, ол ұлы аршының, керемет аршының Раббысы, қожайыны. Алдымен ұлылықты еске алып, ұлылықпен Аллаға қарай жүгінді пайғамбарымыз. Міне, Әл-Азим есімі жүректі ұлылыққа жетелейтін есім. Бұл айтылған дұға ғана емес, бұл шынымен де зікір. Жүректі Әл-Азимге байлайтын сөз, Алланы еске алу сөзі. Әл-Азим әрбір уайымнан ұлы, әрбір қарыздан ұлы, әрбір күнәдан ұлы. Адам өз күшімен құтыла алмайтын барлық ауыртпалықтан Раббымыз Алла Әл-Азим аса ұлы.
Олай болатын болса, осындай ұлы Раббымыз бар кезде біз уайымды, қарыздарымызды, күшіміз жетпейтін нәрседе уайым қылып депрессияға түсу лайық па мұсылманға? Әрине жоқ. Ал егер сіз ұлы Алланың осындай есімінің шағылыстарын көргіңіз келсе, оның күллі билігіндегі мүлкіне қараңыз. Аллах Тағала Құранда айтады: «Санурихим аятина фил афақ». Біз оларға көкжиектерімізде өзіміздің құдірет белгілерімізді көрсетеміз деген. Және өз бойыңыздағы нығметтерге де назар салып қараңыз. «Уафи анфусихим», өздерінің бүкіл тұла бойында да менің құдірет белгілерім бар емес пе дейді Аллах Тағала. Теңіздерге де қараңыз, жаратылыстарға да қараңыз. Адамның 1 граммға толмайтын кішкене судан жаратылуына назар салып қараңыз. Көктегі жүйелерге қараңыз, мызғымайтын. Бәрі Әл-Азим есімінен нұсқап тұр емес па? Құранда Раббымыз Аллах Тағала «Афараайтум ма тахруфун», өздеріңнің егіп жатқан егістіктеріңді әлі күнге назар салып қарамағансыңдар ма? Сіз оны, яғни дәнді, жерге саласыз. Адам көзіне өлі дән секілді көрінеді. Бірақ Аллах айтады: «Аантум тазруунаху ам нахну зариун». Сендер ме сол салған өлі дәнді, өлі сияқты көрінген дәнді салған кезде әрі қарай өсірген, әлде біз егістіктерді өсіріп шығарудамыз ба дейді. Бұл аяттағы біз сөзі Алланың ұлықтығын, ұлылығын білдіретін етістік еді. Егер қалаған болсақ, оны қурап жатқан қалпына қалдырып қоя салар едік қой дейді Аллах Тағала. Яғни дәнді жердің астында шықпаған күйінде қалдырар едік дейді. Сол кезде біздер «Банахну махрумун», ақиқатында біздер мақрұм қалдық, яғни құр қалдық Алланың осындай нәрсесінен, кереметінен деп айтар едік дейді. Адам өзін құрметтен, ризықтан тыйымға түскендей сезінер еді дейді. Бұл ғұламаларымыздың тәпсірдегі сөздері болатын. Енді Аллах Тағала бізге өзіміз күнделікті ішіп жүрген суды да мысал қылып беріп былай дейді: «Афараайтумул ма'a аллази ташрабун», өздеріңнің күнделікті ішіп жүрген суларыңа да көз жүгіртіп қарамағансыңдар ма? Ақыл тоқтатып ойланбағансыңдар ма дейді. «Аантум анзалтумуху минал музни ам нахнул мунзилун», ол суды өлшеммен түсірген сендер ме, әлде біз бе? Аллаху акбар. Егер Алла Тағала қаласа, ол суларымызды ащы, тұзды қылар еді ғой. Сондықтан «Фалаула ташкурун», мүмкін шүкір етесіңдер дейді Аллах Тағала. Яғни бізді тұщы сумен қамтамасыз етіп жатқандығын есімізге салып, шүкір етіңдер деп шүкірлікке қарай шақыруда. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам осы Әл-Азим есімін көп еске алуға біздерді бұйырды. Неге? Өйткені Әл-Азим, Алланың осы керемет есімін жиі зікір еткен жүрек алдындағы дүниені кішірейтіп көрер еді. Яғни күллі дүниелік істерді көз алдымызда кішірейіп кетер еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сөзінде айтады: 2 сөз тілге өте жеңіл, таразыда зілдей, рахманға ең сүйікті. Ол субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Сондай-ақ ғалымдарымыз былай деп үйретеді бізге: Құран оқып болғанда садақаллахул азим, яғни Алланың сөзінде ұлылықты мойындау дейді. Осы сөзді айтуымыз Құран оқып болғаннан кейін. Және тағы да бір ғалымдарымыз: Аллаға иман келтірдің бе, әлде ұлы Аллаға иман келтірдің бе? Егер ұлы Аллаға иман келтірген болсаң, мінезіңнен неге бұл иман көрінбейді дейді. Ал енді тағзим, үлкейту амалына келетін болсақ, осы есіммен байланысты болған Алланың ұлылығы сіздің жүрегіңізде ол не нәрсені үлкен ұлы десе, сіз де соны үлкен көріңіз. Раббымыз Алла айтты: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Кімде-кім Алланың рәсімдерін шариғаттағы ұлықтайтын болса, расымен де осы амалы жүректерінің тақуалығынан деген. Мысалға, пайғамбарымызға салауат айту ұлы істерден, намаз ұлы істерден, садақа ұлы істерден, адалдық ұлы істерден, рахым, жұмсақтық қылу, мейірімдік таныту ұлы істерден, жұмыстағы жауапкершілігіміз ол да Әл-Азим, Алламен байланысып жатқан ұлы істерден. Ал енді ішімдік, зина, Алла сақтасын, зиян келтіру жаратылыстарға, адамдарға Алла алдында харам, үлкен күнәлардың қатарында. Сондықтан Аллах Тағала: وَمَا يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Ал енді Аллах Тағала харам еткен нәрселерді
оны орындамауды ұлықтаса кімде-кім, онда ол өзі үшін Раббысының қасында хайыр болар еді дейді. Әл-Азим, жерді де аспанды да кіші етуші. Әл-Азим Алланың есімі көктер мен жерді де тіпті көз алдымызға кішірейтіп жібереді, ал жүректерімізді өзімен байлайды. Алланы Әл-Азим деп тану, харамнан алыстауды ұлы іс деп көру, шариғаттың ұлы белгілерін қадірлеу, осының бәрі жүректегі ұлы Алланы ұлықтау, міне Әл-Азим есімін ұлықтаудың жемісі. Бұл Алланы ұлықтаудың бір ғана белгісі. Ал енді осы ұлылық мінезін адамдармен қарым-қатынасымызда да жасауымыз керек. Сіз де адамдар арасында үлкен іс жасаңыз. Мысалға, адамдар сіз туралы айтқан кезде кемшілігіңіз емес, жақсылығыңыз еске түссін. Сіздің жасаған бір игілігіңіз адамдар көрген басқа жақсылықтардан бәрінде кішірейтетіндей үлкен көрініс болсын. Бір сәт ойланып көрейікші оқырмандарым. Сіздің ата-анаңызға жасаған бір үлкен жақсылық ісіңіз, олардың жылдар бойы сіз үшін жұмсаған күш-қуаттары мен құрбандықтарының қайтарымы, сол ұлылықтың жалғасы емес пе? Ұлылық тек сөзбен емес, ата-анаңызды сұрау, оларды іздеу, оларды көру, аптасына қанша рет хабарласқаныңыз, қанша рет барғаныңыз, осылардың барлығы үлкен ұлы көрініс беретін амалдардан. Егер ол кісілер қасыңызда болмаса, ал егер де жаныңызда бірге тұратын болсаңыз, онда әрдайым қолдарын, аяқтарын уқалап беріп, ол кісілердің халдерін білу, таңертең оянған кезде қастарына барып, қалай ұйықтап тұрғандарын сұраудың өзі ұлы істерден. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр ісінде өте ұлы еді. Бір рет бір адам Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам алдына келіп, таудың арасында тұрған үлкен толы малдарды көреді, қойларды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған қарап тұрып айтады: "Ұнай ма саған?" дейді. Әлгі кісі: "Я Аллахтың елшісі" дейді. Сонда: "Ала ғой онда, бәрі сенікі" дейді. Ол таң алып, малды айдап кете береді. Сосын өзінің қауымына, руына барғаннан кейін: "Уа қауымым, исламға келіңдер. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ешқашан кедейліктен қорықпайтын адам екен, қолындағының бәрін береді екен" деп. Қараңызшы, ұлы істерді жасап жатыр. Жүректерді ұлы, Әл-Азим Аллаға қарай ашып жатыр. Аллаху акбар себеп жасап. Ғұламаларымыз айтады, кедейліктен ешқашан қорықпайтын кім? Әрине, ол Алла, ол бай. Сонда Расул пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Әл-Азимға сүйеніп берген кезінде де сүйенген Алласына тән ұлылықпен берді ғой дейді, жаңағы малдың бәрін беріп берген кезде. Мекке фатх етілген кезде ұлылықтың шыңын көрсетті емес пе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Ойлаңызшы, 20 жыл бойы соғысқан қауымы алдына келіп тұр. Бұл хижреттің 8-ші жылы, ал Меккенің ашылған жылы, ал одан бұрын 13 жыл Меккедегі осының бәрін қосыңыз, 20 жылдан астам зұлымдық жасаған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға: "Мен сендермен не істеймін деп ойлайсыңдар" дейді. Яғни Меккедегі әлгі мүшриктер пайғамбарды қаншама мәрте қинаған, ауыр сөздерді айтқан. Сонда олар пайғамбарымыздың алдында тұрып: "Біз сенен тек ұлылық көрдік, сен жомарт бауырсың және жомарт бауырдың ұлысың" деді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам: "Барыңдар, бәрің боссыңдар" деді. Кешегі Юсуф алейхиссалам бауырларын осылай кешіргеніндей, ұлылық істі осылай көрсеткеніндей, Әл-Азим Алланың ұлылығын осы амалымен көрсетті. Пайғамбарымыз да соны қайталады. Бұл ұлылық жаза емес, рақым, кек емес, кешірім. Аллаху акбар. Ал енді осы есімнен қандай амалдар аламыз? Алланы Әл-Азим деп танығаныңыздан кейін адамдарға да ұлылық мінезіменен қарым-қатынас жасап үйренуіміз керек. Кешіре біліңіз, кеңдік көрсетіңіз. Адамға жақсылығын әдейі үлкен қылып көрсетіңіз. Яғни сізге кішкентай жақсылық жасаса, оны үлкен қылып көрсетіңіз. Алғысыңызды білдіріп, өзіңізді ұлы Раббыңыздың құлы деп есіңізде ұстап, әрдайым Алланың алдында кішірейіп жүріңіз. Сонда сіздің өміріңізде бір күн, немесе бір сәт па, немесе бір ағыс па, ұлылықтың белгісі ретінде сіздің есіңізбен бірге жазылып қалады емес пе? Аллаху акбар. Әл-Азим, жүректерді өзіне қарай ұлыландырушы, үлкейтуші Алла. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қайюм дейді аятул курсиде Аллах тағала. Осы аяттардың мағынасына назар салайықшы. Алла, одан өзге құлшылыққа лайық ешбір құдай жоқ. Күллі тіршіліктің иесі, әл-хай, мәңгі тірі, бар болмысты өзі ұстап тұрушы, басқарып,
әс-самад әл-қайюм, яғни мұқтажсыз, барлығын басқарушы, оны қалғу да ұйқыда баспайды, аспан мен жердегі барша жаратылыс оның иелігінде, сол құдіреттің алдында кім шапағат ете алады? Тек ол рұқсат еткенге ғана. Ол алдымыздағыны, артымыздағыны да толық біледі. Оның қалауынан тыс біз ешбір білімді қамти алмаймыз. Ол ұлы мәртебелі, аса ұлықтықтың иесі Алла, бәрін естуші, бәрін білуші Алла, иман еткендердің қамқор, жалғыз қамқоршысы. Оларды түнектен нұрға қарай шығарады, ал өзін мойындамағандардың тірегі шайтан оларды нұрдан қайта қараңғылыққа қарай сүйрейді. Солар тозақ иелері, онда мәңгі қалушылар дейді Аллах Тағала аятта. Осы Алланың ұлы есімдерінен тағы бір алатын амалымыз таңғы тәкбір амалы. Яғни таң намазынан кейін жүрек міндетті түрде ақырын ғана өз-өзіне іштей мінәжат қылып Алламызбен былай деп айтсын: Алла бәрінен ұлы. Таңертең таң намазыңыздан кейін осылай бір Раббыңызбен сырласып көріңізші. Жүрекке осыны кәдімгідей енгізіңіз. Менің уайымым кішкентай ғана, ал менің уайымымды шешуші Раббым өте ұлы. Сонда көресіз, таңертең осылай жасағаныңыздан кейін күні бойғы күллі істеріңізге Алланың сізге қалай жеткілікті болғанын. Ал екінші амал ұсақ күнәні де тоқтату амалы. Яғни қасиетті Раббым әл-Азим, өте ұлы, өте қасиетті. Ұлық Алланың назарынан шаң тозағындай нәрселер де тыс қалмайды. Сондықтан бүгін ең болмағанда тек бір кішкентай күнәні болса да тоқтатыңыз. Мәселен, телефонға бекер уақыт өткізіп қарап отыра бермеңіз. Өсекке қадамдап бірінші қадам жасамаңыз, бармаңыз, тыңдамаңыз. Ренішті қайта ойлап, біреулерге деген ренішіңізді одан әрі шайтанға кәдімгідей үлес беріп, жүрегіңізді үлкейтпеңіз. Міне осы секілді амалдарды жасауды бүгіннен бастап тастау. Осы амалдарыңыз Алланың ұлықтығын сезінуіңіз болып табылады. Және келесі амал шынайы сәжде амалы. Бұл не деген нәрсе? Күніңіздің бір сәтін тек сәжде үшін ғана арнап жасаңыз. Мысалы, намаз ішінде бола ма, немесе 2 ракат нәфіл намазын оқисыз ба арнайы. Осы намазыңызда сәждеңізді әдеттегіден ұзағырақ қылыңыз. Сәждеде Раббыңызды ұлықтаңыз. Егер 3 мәрте айтатын болсаңыз, Субхана Раббиял А'ля деп, енді бірнеше мәрте тағы да қосыңыз. 7 мәрте, 9 мәрте, 11 мәрте. Сәжде негізінде, құрметті оқырмандар, мен кішімін, мен кішкентаймын, Раббым өте ұлы деген практикалық көрініс емес па? Аллаху акбар. Және тағы да келесі амалымыз бір үлкен ізгілікті амалды өзіміз жасауымыз. Әл-Азимнің ұлылығын жомарттықта да көрсетейік. Мысалға, бір үлкен жақсылықты жоспарлаңыз. Бір отбасына азық апарыңыз, бір кедейге жасырын барып ақша беріңіз, немесе бір студентке кітап алып беріңіз. Осы үлкен амалдарды әр күні болмаса да ең болмағанда аптасына 1 мәрте, айына 1 мәрте жасауды әдетіңізге айналдырыңыз. Келесі амал сүннетте келген дұғаны күніге оқып отыру. Ол пайғамбарымыз жаңа жоғарыда айтқан хадисі: Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил азим. Аллах Тағала күллі кемшілік атаулыдан пәк, ол мақтаулы. Алла Тағала күллі кемшілік атаулыдан пәк, ол әл-Азим, өте ұлы деп. Бұны 100 рет немесе 10 рет болсын, санында емес, сапаға назар аударыңыз. Келесі амал ол кешірім. Ұлы кекке кішіреймейді, яғни ашулануға кішіреймейді, кім ұлы болса. Бүгін тек бір адамға ішіңізде реніш болса, соны жіберіңіз. Кек кішілердің қолында, ал кешірім ұлылықтың жемісі. Біз бүгін, құрметті оқырмандарым, өздеріңізбен Аллах Тағаланың керемет көркем есімдерінің қазыналарының ішінен Әл-Азим, өте ұлы мәртебелі деген Алланың есімімен таныстық. Аллах Тағала өзінің ұлылығымен біздердің күнәларымызды кешіріп, кішкене ғана болған мына біздерді құлдардың өзінің рахымына бөлеп, Фирдаус деп аталатын үлкен жәннатының ішіне баршамызды кіргізсін деп тілейміз. Бүгінгі Алланың осы керемет есімінің білімдерімен өзгелермен де бөлісіңіз, өзгелер де Раббысын танып, сол арқылы жүректерінде Аллалары ұлылансын.